Ассалаумағалейкум. Бүгін бір қызық жағдай болды. Bir ағамыз осындай сақтандырғыштардың, көліктің сақтандырғыштардың қабын алып келді. Яғни предохранительдің қабы. Бұл жерде енді әр сақтандырғыштың қызметтері ағылшынша жазылған екен, ағылшын тілінде. Ағамыз түсінбегендіктен маған алып келіп тұр. Осыған бір аударма жасап берсең деп өтініш жасаған болатын. Енді қазір дамыған заман ғой, әрқайсымыздың қолымызда смартфон телефон бар, Android, немесе Apple. Сосын ағама да түсіндіріп жатым. Кез келген телефонда фото-переводчик дейтін қосымша бар. Яғни ол қосымшамен қалай жұмыс жасау керектігін қазір көрсете кетем арнайы. Бәлкім білмейтіндер бар шығар деп, көмегі тиіп кетер деген оймен түсіріп жатқаным. Мінеке, ұялы телефонды аштым. Соның ішінде Play Market қосымшасына кіреміз. Поиск қатарына фото-переводчик деп жазамыз. Сол кезде қосымшалардың тізімі шығады. Осының ішінде Яндекс переводчик өзім қолайлы көрем. Қазақша жақсы түсінікті аударады. Орыс тіліне жақсы аударады. Соған кіремін, ұсынып жасаймын. Мінеке, қосымша жазылды. Открыть батырмасы арқылы ашамыз қосымшаны. Сол кезде сізде осындай экран пайда болады. Экранның төменгі жағында фотоаппараттың суреті тұр. Сол фотоаппараттың суретін басамыз. Басқаннан кейін сізден тағы бір терезе ашылады. Яғни разрешить приложение деген. Разрешить при использовании дегенді басасыз. Сол кезде сізде өстіп фотоаппарат іске қосылады. Сосын манағы сақтандырғыштың қызметтерін суретке түсіреміз. Үстіне қаратып тұрып, фотоға түсіреміз. Мінеке, осылай фотоға түсіріп алады. Сосын өзі автоматты түрде аударма жасайды. Орыс тілінде аударма жасайды. Қазақ тілін таңдауға да болады, әрине. Енді қазақша техникалық тілдерді көбі түсіне бермейді. Енді орысша сосын көрсетіп жатым, орыс тілінде аударма жасағанды. Енді қолданыстағы сөздер ғой, барлығы білетін болар. Осылайша аударып аласыз керек жазуларды. Бәлкім біреуге көмегім тиер деген оймен түсірдім. Рахмет, келесі көріскенше аман саулықта болайық.